Тауық етінен өте жұмсақ, өте дәмді котлет дайындаймыз. Ол үшін бізге тауық етінен фарш және жұмыртқаның сарысы қажет. Жұмыртқаның сарысыны ағынан бөліп алып, сәбізді, пиязды мясировкадан өткізіп, қара бұрыш қосып, тұз қосып, хмель сунель қосып, тауық етінің фаршымен барлығын жақсылап араластырамыз. Екі қасық зәйтүн майын қосып, форма жасаймыз. Форма жасап, ыдысымызға 1 стакан су құйып, бетін пергамент қағазымен жауып, духовкада пісіреміз. Қасына күріш, гречка пісіріп, ұсынамыз. Ас болсын!